Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Сіздермен мен әдеттегідей Майра, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай үлпілдеген, дәмді, жұмсақ бөлкелердің рецебімен YouTube арнамда бөліскім келіп отыр. Себебі бұл бөлкелердің рецебін менің Instagram парақшама қосылған қыздар біледі, өте дәмді екенін. Енді YouTube арнамда бөліспекшімін. Осы видеоның соңына дейін қарап үлпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бізге керегі ұн, сүт, су, ашытқы, сұйық май, қант және тұз керек. Мендегі осы жердегі сүтім салқын болғандықтан қайнаған сумен араластырып алдым. Және жұмыртқа керек болады. Барлық керек затты видеоның астына жазып дайындап қоямын. Ал мендегі ішіндегі салмасына компоттан қалған жеміс жидектерді блендердан немесе ет тартқыштан өткізіп, үстіне қант салып араластырып қоямын. Соны қолданамын, немесе мейіз қолдансаңыздар да болады. Үстіне жаққанға бір жұмыртқа, күнжітпе мак, үстіне себуге арналған. Ең алдымен біз апара дайындайтын боламыз. Ыдысымызға суымызды, сүтімізді құямыз. Үстіне 3 ас қасық қантымызды саламыз. 1 шай қасық тұз, 1 ас қасық ашытқымызды саламыз. Араластырып, үстіне 50 грамм ұн салып, жақсылап араластырғаннан кейін бетін жауып, жылы жерге 10-15 минутқа қойып қоямыз. Беті көбіктеніп көтерілу керек, шапка деп атайды. Сол кезде апарамыз дайын деген сөз. Қазір видеода көретін боласыздар, беті кішкене көтеріледі көбіктеніп. Міне, негізі қамырымыз өте нәзік болып шығады осы қамыр. Міне қараңыздар, беті көбіктеніп тұр. Бұл дайын дегенді білдіреді. Енді осының үстіне қалған қантымызды саламыз. 1 жұмыртқамызды, ұнымызды електен өткізіп салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр илеп жатқан кезде үстіне сұйық май құйып, жаңағы қолымызға жұмсақ және аз ғана жабысатындай етіп қамыр илейміз. Осы жолымен ұнды аздау қылып салдым. Негізі 600 немесе 700 грамм қолдану керек. Мен бұл жерде 600-650 ғана қолдандым. Сол кезде кішкене қолға жабысқақ қамыр дайындадым. Қазір осы жерде міне сұйық майымызды құямыз илеп жатқан кезде. Сіздер негізі қолға қатты жабыспайтындай қамыр илеңіздер. Осылай жақсылап илеп алғаннан кейін, менікі қарап тұрсаңыздар, ыдысым кішірек болғандықтан үлкен ыдыстың ішін майлап осыған аударып жатырмын қазір. Себебі ашқан қамыр кішкентай ыдысым сыртына шығып кетеді, төгіліп. Міне қараңыздар, осылай әдемілеп қамыр илейміз. Мен қолыма кішкене жабысып тұр, міне. Сіздер осылай қатты жабысып тұрса, ұнды кішкене салып жіберсеңіздер болады, бірақ көп қолданбаңыздар ұнды. Енді осыны жылы жерге жібереміз. Осы қамырымыз көтерілгенше, дайын болғанша ішіндегі салмасын дайындаймыз. Менде салма компоттың қағы, ішіндегі қақты лақтыруға, төгуге асықпаңыздар, осылай бөлке пісірсеңіздер болады. Мен ет тартқыштан өткізіп алдым. Сіздер блендермен де майдалап алсаңыздар болады. Енді осы өткізіп алған қағымыздың үстіне 100 грамм қантымызды салып, жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Менікі осы салманы қолдандым, және тағы екінші вариантты көрсетемін сіздерге қазір мейізбен. Міне қамырымыз дайын болды. Қараңыздар, әдемі болады қазір. Төгілген кезде көрінеді, өте нәзік қамыр дайын болғаны. Қолымды мен осы сұйық маймен майлап отырып жұмыс істедім. Жаңағы айтқандай, сіздерге ұнды мен азырақ қолдандым. Кішкене қолға жабысқақ болып тұр. Сол үшін қолымды жақсылап майлап отырып жұмыс жасадым. Сіздерде олай қатты қолға жабыспайтын қамыр болса, аз ғана майлап немесе аз ғана ұнмен қолдансаңыздар болады. Міне осылай бөліктерге бөліп шығамыз. Менде 130 граммнан бөлгенде
10 дана шықты, 10 ғана дана шықты. Сіздер негізі 80 немесе 90 граммнан бөлсеңіздер болады. Сол кезде 14 данадай шығады. Міне осы бөлген бөліктерімізді қолыммен мен жақсылап жайып аламын. Сіздер өздеріңіз қалаған формада түйіп дайындасаңыздар болады. Мен өз вариантымды, өз нұсқамды көрсетіп жатырмын. Осылай пышақпен екі жағын кесеміз. Соңына дейін емес, тек қана ортасын ғана кесеміз. Енді ішіне жаңағы дайындап алған салмамызды саламыз. Осыны қазір екі жағынан жабамыз кезек-кезек. Бір жағын тартып үстіне қойдық. Міне саусағымызбен кішкене басып қоямыз. Енді екінші жағын. Міне осы начинканы ұстап тұрады. Қараңыздар, қандай әдемі нәзік қамыр. Көріп тұрғандарыңыздай кішкене қолға жабысқақ қамыр болып тұр менде. Енді сіздерге жаңағы айтып кеткендей екінші нұсқасын көрсетпекшімін. Бұл мейізбен. Мейізді осылай үсті жағын ғана, ортасынан ғана кесіп шығамыз. Мейізімізді орналастырамыз. Енді рогалик сияқты ораймыз. Міне асты жағынан тартып отырып, осылай орап, қолымызбен итеріп, міне осындай әдемі форма дайын болды. Осылардың бәрін түйіп дайындағаннан кейін табамызға салып, бетін пакетпен немесе орамалмен жауып қоямыз. Бір 10 минутқа қойып қойсақ жеткілікті. Сол кезде қамырымыз кішкене көтерілу керек. Бұны түйе салып, формасын келтіре сап пешке жіберсеңіздер, ол кішкене тапталып, ауыр бөлкелер болып, дәмсіз болып қалады. Сол үшін кішкене осылай тұрғызып демалдыру керек. Содан кейін бір жұмыртқаны жарып, үстін жағып шығамыз. Күнжут мак сепсеңіздер болады. Мен сепкен жоқпын осы жолы. Міне әдемі болды. Ысып тұрған пешіңізге қоясыз. 180 градуста 20 минут жеткілікті. 15-20 минут қызарғанша көресіздер өз пештеріңізге қарай. Өте дәмді болып піседі. Осыны жасап көріңіздер. Егер беті жылтыр болып тұрсын десеңіздер, сироппен сүртіп шықсаңыздар болады бетін. Қантты қайнақ суға салып, бір қайнатып алып, газға қойып, бетін кисточкамен жағып шықсаңыздар болады. Міне осындай бөлке дайын болды. Ас болсын, сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше.